Бүгінгі сабақ басқа сабақтарға қарағанда ерекше, себебі мен енді әр сабағымда түрлі әдіс тәсілдерді қолданып өтетін боламын. Ендеше соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Және тиімді сендер үшін керемет өлең жолдарында шығаратын боламын. Бірінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Біздің тақырып бүгін әліпби. Балалар, әліпбиге байланысты көптеген мағлұматтар алатын боласыңдар. Сондықтан нақты тыңдап отырыңдар, иә? Әліпби. Әліпбиді біліңдер, онда жиі қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады, басқалары қасында әріп сапын құрады. Ермек Өтетілеуұлынікі, иә? Балалар, әліпби деген не? Өлең жолдарында келтіріп тұр. Әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Балалар, біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбиде әріптің аты аталып, оның орны, реті белгіленеді. Егер де слайд қажет болатын болса, төменде көрсетілген номерге жазыңыздар. Екінші жаттығу: әріптерді оқы. Балалар, қазақ тіліндегі 42 әріпті қайталап оқып шығайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З. Және И төбесінде қысқа И, К, Қ, мына жанында оқылуы тұр, иә? Л, міне, қараңыздаршы балалар, мынау жазылуы, мынау оқылуы. М, Н, Ң, О, Ö, және мына жақта П, менімен бірге қайталап отырыңдар, жарайсыңдар. Р, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, Х, Ц. Және Ч, Ш, Ш. Айыру белгісі. А, Э, жіңішкелік белгісі. Ю, Я. Әліпбидегі дауыссыз дыбыстардың қалай оқылатынын айт дейді. Балалар, біз барлығын айтып шықтық. Дауыссыз дыбыстарды тағы да өзің атап шық. Жарайсыңдар. Ендеше үшінші жаттығуға қарайық. Сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз. Бірінші тауып алайық, сосын қайсысы бірінші екенін білеміз. Жұлдызша, Айжан, балықшы. Одан кейін тауық, алтын және қасық. Ендеше балалар, бірінші А, Айжан тұрады, е? Екінші Б, балықшы. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Ж. Сонда үшінші жұлдызша тұрады екен. Ендеше балалар, бірінші бағандағы сөздерді мен ретімен айтып кеттім. Енді сендер өздерің ретімен айтып көріңдерші. Жарайсыңдар балалар. Ендеше келесі тапсырмаларға көшейік. Бүгінгі біздің сабағымызда ереже: қазақ тілінде 42 әріп бар. Ендеше біз тағы да соған сәйкес жұмыстар жасайық. Дауыстап ойлау әдісін қолданамыз. Ол әдістің мақсаты оқи отырып ой түю, ойды бөлісу. Яғни сендер берілген тапсырманы оқи отырып, ойларыңмен бөлісесіңдер. Жұптаса отырып, берілген тақырыпты біреуің дауыстап оқып, екіншісін тыңдайсыңдар және бір-бірлеріңе түсіндіресіңдер. Сол кезде балалар, сендер оны әрі қарай ұғынасыңдар. Мысалы,
наурыз келді, шуақты, жаттанбаған бармалап, жылғалардан суақты, бүрін жарды тал-дарақ. Міне осы сөзді, осы өлең жолдарын қайталап бір-біріңе айтып, дауыстап оқып, оның мағынасын түсіндіріңдер. Және ережені де солай жасауға болады. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.